Рахмет Астана, қайырлы таң қазақ елі. Алматы студиясының қонағы Германияның Мюнхен қаласынан арнайы келіп отырған Өмірхан Алтын. Өмірхан аға, қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы Германияның Берлин, Мюнхен, Кёльн қалаларында 3000-ға жуық қазақ тұрады. Ол жақтағы қандастарымыздың тұрмыс жағдайы қалай? Көбісі қазақтар Германиядағы Кёльн қаласында тұрады. Одан кейін бізде бір 80-де үй бармыз бұрыннан барған. Кейіннен Қазақстаннан келген ағайындарымыз бар. Сөзіңіз айтқандай бірнеше мың болып қалдық. Тұрмыс жағдайлары жаман емес. Алғашқы барған буын білесіздер, Түркия арқылы барған, Түркиядан барған қазақтар. Одан бері 40 жылда асып кетті. Бала-шаға туып өніп өсті. Ендігі бұрынғылар қарапайым жұмыста болса, қазіргі жастардың көбісінің мамандығы бар, дәрігер, мұғалім, сондай үлкен салаларда жүрген жігіттер бар. Өзіңіз Алаш ардақтысы Зуха Батырдың шөбересісіз. Тарихи тұлғаның 150 жылдық мерейтойын тойлау биылғы жылы Венадан басталып кетті. Енді толығырақ айтып отырыңызшы. Зуха Батыр 1866 жылы Зайсанның Кендірлік өңірінде туып өскен. Ата-бабасы діни ғалымдар болған, сондықтан бала кезінен тәрбиесі күшті болған. Кейіннен дін саласында атасы Сәбит молла өмірге Шығыс Түркістанға өтеді, Алтай өңіріне. Ертерек қайтыс болады да, әкесі жетім қалып, 15 жасынан бастап өзі жеке молла болып, шешесінің балаларының індерін асырауға көмектеседі. Кейін бала кезінде өжет болған екен ол кісі. Ақылды, білімді, әділетшіл болған екен. Сондағы жағдайды төзе алмай, Қытайлардың қазақтарға істеген зұлымдықтарына төзе алмай, бала кезінен бастап мұғалім діни моллалық қасында болмайды екен деп, ұлт азаттық күресіне көшеді. Кейін 1929 жылы Алтайда, Көктоғайда Қытайлар басын алып шәйіт қылады. Сонда 63 жасында пайғамбар жасына таяған шағында Қытайлардың қолынан басы кесіп шәйіт болады. Сол шәйіт болғанға дейін қалған 15 жасынан бастап ұлт азаттық күресі үшін жанын сарп етеді. Ол кісінің қасында кедей-кепшіктен, жетім-жесірден, зұлымдыққа тап болған адамдардан мыңдаған адам төңірегінде жиналады екен. Атамыздың туылғанына 150 жыл толғанына байланысты әлемнің 10 елінде 30-дан астам шара өткізіп жатырмыз. Кеше ғана Алматыда Қазақстандағы шаралардың соңғы нүктесін қойдық. Ағайындар арқасында өзіңіз атап өттіңіз. Құдайға шүкір, биыл Қазақстанның тәуелсіздігінің 25 жылдығы. Осы жерде бүкіл қазақ елін, бүкіл дүниеде тарыдай шашылған қазақтарды тәуелсіздігіміздің 25 жылдығымен құттықтап кеткім келеді. Мен айтайын деген, осы тәуелсіздік болмағанда біз атамыздың 150 жылдық мерейтойын ағайын болып, қазақ елі болып, ел жұрт болып ойланмен құттықтай алмас едік. Осы шараның барлығы тәуелсіздігіміздің арқасында. Келесі ұрпақ ата жолын қуып, елі, жұрты, діні үшін жанын беретіндей дәрежеде ұлтжанды болса, ұлтшыл болса, сонда тәуелсіздігіміз 25 емес, 25 мың жылдықтай мәңгілік болар деп сенеміз. Қажығұмар Шабданұлы Зуха Батыр жайлы пана романын жазған. Басқа да зерттегісі келіп, сіздерге хабарласып, осы тұлға жайлы қызығушылық танытып жүргендер бар ма? Тарихшылар, журналистер? Бар. Астанадағы ұлттық университеттің ғалымдары, профессорлары қазір сол атамызды зерттеуге қазір проект жасап жатыр. Түркістанда жасалып жатыр, Түркиядағы университеттерде жасалып жатыр. Бүгін кешеден бері Алматыдан да хабарласып, атамыз туралы ғылыми зерттеулер жасаймыз деп, бізге тілек білдіріп жатқан ағайындар көп деп жатыр. Алдағы уақытта сондай атамыз туралы тағы да көбірек ғылыми зерттелген мәліметтер, кітаптар шығады деп сенеміз. Анкара университетінің химия факультетін, Берлин университетінің экономика факультетін бітіргенсіз. Сондай-ақ Азаттық радиосында 10 жылдан аса тілші болып қызмет атқарғансыз. Қай мамандығыңыз өзіңізге жақын? Маған сізбен болған әріптестігіміз тіпті жақын. Өйткені мен Азаттық радиосында, өзіңіз айтқандай Азаттық радиосында істедім. Істегенде ол жай бір журналист емес, қазақ бөлімінде істедік ол кезде. Қазақтың, енді біз бала кезден, әке-шешемізден таң атпай тұрып, ел туралы, жер туралы, көш туралы, дұшпанның істеген зұлымдықтар туралы ойладым. Ана мамандық, мына мамандық, осы елім, жұртым дегенде, бір жағынан өзім елімді, жұртымды тану үшін, бір жағынан енді журналист болғаннан кейін ол өз идеяны, ата-бабамыздың идеясын елге, жұртқа жеткізу үшін ол ең үлкен құрал ғой деп ойладым дағы, соған бардым. Құдайға шүкір, тәуба, мен ол жерде еш уақытта неге ана мамандықтарын тастап мұнда келдім деп өкінбедім. Мақтана жұмыс істедім. 91 жылы Қазақстан желтоқсан айында тәуелсіздігін алғаш жариялағанда кездейсоқ сол күн мен кезекші болып жұмыс істедім, тілші болып.
сол күн тәуелсіздік жарияланған күні Қазақстанның тәуелсіздігін радио арқылы тәуелсіздік жарияланғаннан кейін бір 10 минут ішінде тікелей эфирден беру маған нәсіп болды. Сондықтан Аллаға мыңда бір шүкіршілік етемін. Жыл сайын Еуропа қазақтары жиналып, өздерінің кіші құрылтайын өткізеді. Қандай мәселелер талқыланады? Негізгі мәселе құрылтай болғанда, енді әрбір жерде тұрып жатырмыз. Францияда тұратын ағайындар бар, Германияда тұратын ағайындар, Голландияда, Англияда, басқа мемлекеттерде. Біріншіден сол басқа елдерде жүргеннен кейін енді басымызды қосып, үлкендер, жас үлкендер бір-бірін біледі. Енді жас ұрпақ бір-бірін таныссын, білісін, көрісін деп негізгі бірінші мақсат сол. Екінші мақсат өзіміздің ұлттық ерекшеліктерімізді, тілімізді, дінімізді, тарихымызды қайтып сақтап қаламыз деп көбінесе соған мән береміз. Сол туралы іштер жасалады. Негізгі мақсат сол болды басталды. Бірақ кейін Қазақстанмен де байланысымыз жақсы. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы арқылы елбасының өзі басқарып отырған орынбасары бірінші Талғат Мамышев ағамыз арқылы көптеген бізге көмектер келіп тұрады. Өмірхан аға, біздің Таңшолпанның студиясына сіз арнайы келіп отырған соң, аздаған естелік ретінде шағын сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Рахмет. Уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қазақ жерінен Еуропадағы қазақ бауырларымызға сәлем айта барыңыз. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, сіздер Германияның Мюнхен қаласынан келген қонағымыз Өмірхан Алтынның әңгімесін тыңдадыңыздар. Ұлттық арна қосулы болсын. Таңшолпан Астана студиясында жалғасады.